Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім? Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін біз студенттік өмірден етсіз тағам дайындаймыз. Бізге қажетті 2 сәбіз, 4 картошка, 1 пияз. Сәбізімізді аршып, сыртын картошкамызды барлығын аршып дайындаймыз. Қазанымызға, отқа қазанымызды қойып, 100-120 грамдай сұйық май құйып, үстінен осылай туралған пиязымызды саламыз. Пиязды қуырып жатқан кезде сәбізімізді пловқа турағандай қылып, ұзынша қылып тураймыз. Осындай пиязымыз сарғайып қуырылып болғаннан кейін сәбізімізді салып қуырамыз. Әбден жақсылап қуырамыз. Сәбізіміз жақсы қуырылған кезде өзінің бояуын шығарады, сары бояуын шығарады. Тобымызды турап, осы қуырылып жатқан қуырмаштың үстіне картобымызды саламыз. Үстіне 1 қасық тұз салып, және 1 қасық дәмдеуіштерімізді саламыз. Осылайша қуырамыз. Әбден жуып, тазалап, суға бұқтырып қойған едік күрішті. Енді сол күрішімізді осы қуырмаштың үстіне салып қуырамыз. Маймен әбден қуырамыз күрішті де. Күріш майды сору керек. Суымызды құямыз. 500 мл су құйдым. Осылай бокалмен 2 бөліп құйдым. Пловымыздағы су қайнағаны күтеміз. Қайнағаннан кейін осылайша тесіп, жаппай бетінің қайнағанын толық қадағалаймыз. Осылай күрішімізді баптап қоямыз. Мен қазан астындағы көз дәу болғандықтан мына жаққа кішкентай көзге қояйын деп жатырмын. Астын жай отпен баптап қоямыз. Пловымыз дайын болғанша дереу ачучук салатын дайында жібереміз. Қызанақтан осындай 1 тал пиязымызды осындай талғып тураймыз. 600-700 грамдай қызанағымды турап, 1 бас ашты бұрышымды турап, қалауымызша тұзымызды салып, араластырып дайындаймыз. Осындай біздің етсіз жаңағыдай жеңіл тағамымыз өте дәмді болады. Ет жоқта тез жылдам тамақ әзірлеу керек болған кезде дайындасаңыздар өте керемет. Тұзымызды салып, қызыл бұрышымызды салып, ашты ачучук салатын дайындадық. Бұл уақытта пловымызды дайын болып үлгерді. Пловымызды салып, ачучук салатпен және чертополох дейміз, ковра дейміз. Осылай ұсынсаңыздар өте күшті болады. Мынадай ковра келесі видеомда сіздерге осындай чертополох дайындауды көрсететін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.